Былтыр көшпенділер ойынынан кейін біздің ұлттық құрама ешқандай оқу-жаттығу жиынын көрген жоқ. Ұлттық құраманың ойыншылары шабандоздардың жаппай көкпарға шабуына қалай қарайсыз? Бұның себебін түсіну керек қой. Неге олар қатысып жатыр? Қазіргі уақытта көрші Қырғыз мемлекетімен бірге оқу-жаттығу жиынын өткізу, клубтар арасында жарыс өткізу сынды пікірлер айтылып жүр. Енді мүмкін алдағы уақытта Әулие-Атамен ынтымақ ойнауы мүмкін ба деген де сауалдар бар. Енді қазіргі болған ойындар алдағы уақытта өтетін, ендігі жылы өтетін көшпенділер ойынына дайындық деп алсақ бола ма? Әрине, әр ойын, әр сайыс, әр кубок ол үлкен сайысқа көшпенділерге бізге үлкен дайындық. Енді осы тұста біздің шабандоздарымыз дайын деп нық сеніммен айта аламыз, бірақ аттар жағын реттеу жағы қалай болады? Аттар жағы енді бізде ең бастысы Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, назарларыңызда дәуір дүбірі. Бүгін біз Қостанайдамыз. Қостанайда дәл қазір көкпардан федерация кубогы аяқталды. Осы және өзге де сұрақтарға жауап алу үшін Айдарбек Асанұлы Қожаназаров мырзадан сұхбат алғалы тұрмын. Уақыт бөліп сұхбат беруге келіскені үшін алғыс айтамыз. Әуелі бүгінгі қазір ғана аяқталған жарыс турасында айтып өтсеңіз. Қалай болды, қалай аяқталды? енді бұл жерде әртүрлі өңірлерден командалар келді. Жаңағы ең мықты командалардың көбісі финалдан бұрын кездесіп, группа смерти дейді ғой, анау недегі лига чемпионаттағыдай. Сол группа смерти болды, сол группа смертиден жаңағы жартылай финалда, ширек финалда мықты ойындар болды. Және де осы финалда да Рудный командасы және Олжа командасы шығып, менің ойымша өте әдемі ойын көрсетті, тәртіпті, ең маңызды тәртіпті, ешқандай жарақатсыз, өте бір-біріне үлкен сыйластықпен деген. Әйтпесе көкпарда көбісі былай деп ойлайды да, дөрекі ойын деп. Менің ойымша осы бүгінгі ойын мүлдем дөрекілік жоқ, және де үлкен сыйластықпен бір-бірін құрметтеп, және тәртіпке бағынып, әдемі ойын көрсетті. Соған мен шабандоздарға, төрешілерге мың алғыс айтамын. Республикалық деңгейде өтті, командалардың жалпы саны 7 команда. Не себепті 7 команда болды? Басқа өңірлер, мәселен, Әулие-Ата сынды мықты командалар неге келмеді деген сауал бар. Біз шақырдық Әулие-Атаны, бірақ Әулие-Ата емес, Меркеден команда келді. Бұл да менің ойымша мықты шабандоздар, олар үшінші орын алды. Бұл енді өзінің орын ала жатқан сондай бір кубок қой. Менің ойымша әрі қаратай, жыл сайын осы дәстүрге айналған кезде командалардың да саны көбейеді. Себебі біздің қазір басты мақсатымыз ол осы ойындардың санын көбейту. Шабандоздар кішкене тұрып қалады, сосын көбісі таңғалады, неге анау басқа бір түрлі ойындарға қатысып кетеді, сосын ережеге бағынбай кетеді. Себебі тұрып қалғаннан кейін кішкене олар енді ойын болмағандықтан әрбір жерге бара береді. Біздің енді мен осы федерацияның президенті болып тағайыннан кейін менің басты мақсатым осы ойындардың санын көбейту. Әрдайым осындай бір доданың ішінде жүре берсін деп, осындай түрлі кубоктарды, сайыстарды өткіземіз. Сол себептен осыны біз осы жылда бірінші рет өткізіп жатырмыз. 7 команданың келгені өзіне де менің ойымша шүкір. Әрі қаратай ол 7 болады ма, 20 болады ма, 30 болады ма, ең бастысы бұл өңірлік командалар емес, бұл жерде топ болып келе береді. Мысалға, Шымкенттен 5 команда болып келсек, 5 команда болып қатыса береді. Жамбылда 10 команда келсе, 10 команданы қатыстыра береміз. Бұл жерде осы ойынның сәнділігі осы да, осы сайыстың. Тек қана бір өңірден бір команда емес, сода мысалға, анау Жамбыл мен Шымкентті алса, қаншама шабандоздар командаға кіре алмай жатыр. Неге? Себебі команда 12 шабандоз, ал қазір келемізді Жамбылдың ішінде мен білетін 100 шақты мықты шабандоздар бар. Неде Шымкентте де, Түркістанда дәл солай. Сонда да осындай кубок сол ілесе алмаған шабандоздарға және олардың аттарына, атбегілерге сондай бір жақсы мүмкіндік өздерінің ойынын көрсету, жүлдеге ие болу дегендей. Енді көрдік, жалпы жиыны 10 миллион теңге болды, жүлде қоры. Олжа бірінші орын, Байшуақ екінші орын.
Көкжал командасы 3-ші орынға ие болды. Жүлде орнына келейікші. Жалпы федерация тарапынан қаржыландырылып отыр ма бұл жарыс? Иә, 100% федерация қаржыландырып отыр. Қаржыландырған кезде 100% толықтан мен өзім өз қалтамнан қаржыландырып отырмын. Енді көкпар сүйер қауымның өкілі болғаннан кейін, бұрыннан бері атты көкпарды дамытып келе жатқан адам болғаннан кейін, менің өзімнің сондай бір халқымның, ұлтымның алдындағы сондай бір борышы ретінде қабылдап жатырмын да. Сол себептен осы жер, Қостанай жері, мен ауыл шаруашылығынан ғой, маған табыс әкеліп жатыр. Осы жерге деген менің өзімнің тағзымым деп айтуға болады. Осындай бүкіл барымды көкпардың дамуына жаратып жатырмын. Және де бұндай сайыстар әрі қаратай көп болады. Бір рет болады, жылына бір рет болатын зат емес. Мысалға қазір 25, қазір 10 миллион, келесі 25, әрі қаратай біз осындай жүлде қолын үлкейте көкпарға деген қызығушылықты оятқымыз келіп жатыр. Сол себептен бұл жаңа сіз айтқан сомалар әлі де өседі, әлі де бітпейді, Құдай қаласа. Жақсы, қандай жоспарларыңыз бар алдағы уақытта? Алдағы уақытта бізде Қазақстан көкпар лигасын ашпақшымыз. Бұл жерде Қазақстан көкпар лигасында клубтар қатысады. Тек қана облыстық құрамалар емес, клубтар қатысады. Сонда сіз өзіңіз мысалға бір өзіңіздің 20 шақты шабандоздарыңыз бар болса, өзіңіз клуб ашасыз, тіркейсіз, қатыса бересіз. Ол бірінші. Осы клубтық футболға өте ұқсас, және де ол дербес өзі дами береді. Және де керісқан бізде енді біздің Қазақстанымыздың сайысы чемпионат РК болады. Сол болады. Сондай түрлі сайыстар, және тағы да медиа лига деген бар ғой футболдағыдай. Сондай медиа лиганы жасамақшымыз. Түрлі сондай бір біздің әйгілі спортшылар бар, медиада жүрген әртістер бар, сол көкпар сүйер қауымның ішінде. Солардың арасында бір жақсы ойындарды біз өткізбекшіміз. Одан басқа қазір мен өзімнің қолыма алып атқан бір мәселе бар. Қарасаңыз, қазір біздің осы шабандоздың шауып жүрген аттарының көбісі бізде тәрбиеленбеген, және біздің тұқымымыз емес. Қазір Қостанай асыл тұқымды деген жылқысы бар, соны мен өз қолыма алып, соны дамытайын деп жатырмын. Менің арманым осы біздің қазақстандық шабандоздардың барлығы біздің Қазақстаннан шыққан тұлпарымыз сәйгүліктерінен мықты орындарын алып жүрсе, мықты ойындарын көрсетіп жүрсе, осыдан менен үлкен арман жоқ. Парламент қабырғасында да осы Қостанай жылқы тұқымы туралы мәселелерді көтерген едіңіз. Қазір соны қолға алып жатсыз. Не істейін деп жатсыз, құпия болмаса? Біріншіден менің мақсатым құлындардың санын көбейту. Себебі мысалы қазір Қазақстанда бір енді 50-60 құлын жылына туып жатса, құлындап жатса, менің мақсатым оны 1000-ға алып келу, 2000-ға алып келу. Егер де осы 2000-ға алып келсек, онда ол әрі қаратай сол инерциямен дамып кетеді. Сосын оған байланысты түрлі басқа спортқа, мысалы конкур бар, тағы да өзіміз көкпарымыз бар, теңгелуіміз бар, бәйгіміз бар. Соған осы біздің Қазақстаннан шыққан тұлпарларымыз еніп кетсе, онда мықты болады. Әйтпесе қазір қарасаңыз, ағылшындар, Орловский, рысактар, немесе арабтар, неге біздің қазақ, біз бәріміз көкірегімізді соғамыз, қазақпыз, жылқы бізден шыққан дейміз, бірақ нақты Қазақстан шыққан асыл тұқымды жылқы, спорт жылқыны айтсаңызшы. Бізде түрлі ет жылқыларымыз көп. Шаруашылық мақсаттағы. Бірақ спорт бағытындағы екі-ақ тұқымымыз бар, ол Адай және Қостанай тұқымы. Осы тұқымдарды дамытсақ, онда менің ойымша, онда спортымызда, ұлттық спортымызда дамып кетеді деп ойлаймын. Жақсы, енді мақсаттарыңыз жүйелі ма? Кеше Қостанай жылқы зауытына бардыңыз, ондағы мамандармен сөйлестіңіз. Нендей мақсат қойып отырсыздар алдыңызға? Әрине жүйелі. Біз осы жай ғана Қостанай тұлпарындағы жұмыскерлеріміз ол жердегі ғалымдармен сөйлестік. Ғылыми түрде осыны қалай дамытсақ екен. Және де бұның мерзімін қалай қысқартсақ. Әйтпесе қазір егер табиғи түрмен әрі қарай дамыса, ол бір 10-15-20 жылға созып кетеді. Мен айтамын да, бұл біз өзіміздің нәтижемізді бір 5-6 жылда көретіндей қылып, қандай бізде қазір мүмкіндік бар. Және де бұл жерде енді түрлі ғылыми тәсілдерді қолданып жатырмыз. Мысалға, эко деген бар ғой қазір. Дәл осындай тәсілмен біз қазір өзіміздің Қостанай тұлпарымызды дамытпақшымыз. Біз жаңағы ұрығын аламыз да, сол ұрығын, мысалы біздің Қостанай тұлпарының аналық бастары өте аз. Сол біз ұрығын аламыз, сол ұрығын дамытып, эмбрион қыламыз да, тағы да 20 басқа тұқымды аналықтарға саламыз. Сонда аналықтардың саны аз, біздің Қостанай тұқымының аналық саны аз болса да, басқа аналықтардың суррогат дейді ғой, суррогаттарды қолданып,
біз тез осындай тез қысқа мерзімде қайтадан өзіміздің сол Қостанай тұлпарын қалпына келтіруге бізде мүмкіндік бар. Ісіңіз берекелі болсын. Әумин, рахмет. Ұлттық құрама туралы сөйлесейікші. Былтыр көшпенділер ойыннан кейін біздің ұлттық құрама ешқандай оқу жаттығу жиынын көрген жоқ. Алдағы уақытта ұлттық құраманы жинап қандай да бір оқу жаттығу жиыны? Бізде УТС-тар қазір бізде жоспарлануда. Себебі ұлттық құрама, біз ең бастысы бізде ұлттық құрама бойынша бізде ойындардың санын көбейту, ұлттық құрамалардың бірігіп, бізде төреші бойынша, жаттығушылар бойынша қазір бізде жоспарларымыз бар. Оны қазір сізге айтып қойсам, ол дұрыс болмайды, дұрыс ақпарат жетпейді. Сол себептен біз қазір бұның өзіміздің көкпар қауымымен бірге талқылап, дұрыс ретке келтіріп жатырмыз. Ең бастысы біздің осы жаттықтырушылар, жаттықтырушылардың УТС-тің өткізудің режимі, тәртібі, сол бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Қазір мысалға ең басты істеп жатқан жұмысымыз біз тәртіптен бастадық, ережеден бастадық. Себебі қазір мысалға УТС-ті бастап кетсек, ереже әлі бізде бекітілмеген. Көп ережені біз қазір ауыстырып жатырмыз. Мысалға бүгін сіз көрсеңіз, көкпарды бұрыннан бері көріп жасаңыз, бүгін мысалға заменалар болмады бұрындағыдай. Біреу шығып кетеді, арғы беттен шығады, екіншісі арғы беттен шауып кіреді. Сонда тәртіп болмай қалады да. Осы замена бойынша. Сосын тағы да жекпе-жекті кішкене қысқарттық. Мысалға аут болса жекпе-жек, сондай кішкене бір сондай қызық емес болып кетеді да. Бір жекпе-жек, одан кейін қайтадан дода болады. Сол себебі енді көкпар сүйер қауым дода үшін келеді ғой. Сол доданы көбірек болсын деп, сондай кішкентай біз өзгертулерді енгізіп жатырмыз. Ойынның сәні кетпесін деп, және тәртіпті сақтау үшін. Сол себептен осыны біз ретке қойғаннан кейін, біз осы тәртіпті УТС-қа барып, мына ережемен жұмыс істейміз деп, төрешілер жағынан олардың бөлек оқуын өткіземіз. Жаттықтырушыларды оларға да түсіндіреміз, мына ережемен былай дайындаймыз дегенде. Себебі мысалға мына ережені енгізгеннен кейін жекпе-жек туралы стратегия, тактика мүлдем ауысып кетеді. Бұрында сенде екі мықты жекпе-жектің айғыры бар болса, болды, сен аутқа лақтыра саласың да, әр қарата жекпе-жекпен аласың да сала бересің. Болды, сен тек қана сол жекпе-жекке ставка жасайсың 90% аттарға. Қазір біз одан арылып, керісінше жекпе-жекте болу керек, бірақ додада болу керек, защита болу керек, нападение болу керек. Барлық әр тарапты даму керек команда. Енді қазіргі болған ойындар алдағы уақытта өтетін, ендігі жыл өтетін көшпенділер ойынына дайындық деп алсақ бола ма? Әрине, әр ойын, әр сайыс, әр кубок ол үлкен сайысқа көшпенділерге бізге үлкен дайындық. Себебі біз жаңа айтып кеттім ғой, не себептен бізде көп сұрақтар туындап жатыр. Себебі сайыстардың аз болғандықтан. УТС дейміз, бірақ УТС қанша УТС өткізсең де, егер де сайыстың саны бір жылына 3-4 рет жиналсаң ғана, қанша УТС өткізбе, сайыстық тәжірибе ол басқаша. Сол сайыстық тәжірибе спортшының басына өту керек, аттың басына өту керек. Атпен шабандоздың арасындағы байланысын нығайтатын ойын ғой, тек қана УТС емес. Сол ойындардың санын көбейту бізде. Менің ең үлкен мақсатым сол. Жақсы, енді қазіргі уақытта көрші Қырғыз мемлекетімен бірге оқу жаттығу жиынын өткізу, клубтар арасында жарыс өткізу сынды пікірлер айтылып жүр. Енді мүмкін алдағы уақытта Әулие-Атамен ынтымақ ойнауы мүмкін ба дегенде сауалдар бар. Келесі жылға. Сосын тағы да біздің бір тағы ойымыз бар. Жастарды жас кезінен бастап ойнатқызып, әйтпесе енді бұрыннан келе жатқан бізде өкпелеріміз бар. Бірақ біз келеміз де жастардан бастайық деп. Егер де жастарымыз татуласып ойнаса, дұрыс ережемен осыны өткізсек, төрешілікті қолға алсақ, онда менің ойымша жастар, енді болашақ жастардың қолында ғой. Егер жастардың арасында қарым-қатынас дұрыс болса, қырғыздармен ештеңе болмайды деп ойлаймын. Трансферлік жүйе болуы мүмкін ба? Мысалыға қазір қараңыз, Құрманбек осы көз ашқалы Әулие-Атада ойнайды, Абылайхан Түркістаннан шықпайды деген секілді. Олар мысалы болашақта Қостанайға ойнаса, біреу мысалға Атырауға ойнаса деген секілді пікірлер бар. Біз трансферлік терезе дейді ғой, соны біз бекітпекшіміз, трансферлік жүйені енгізбекшіміз. Биылдан бастап бізде осы жазда трансферлік жүйе енгізейін деп жатырмыз. Көшу, қону және де мысалға біреуге клубқа төлейсің ба, соны біз қазір өзіміз түсінгіміз келіп жатыр. Не жаңа шабандоздың жалақысын көбейтіп, сол өзіңе қазір осы тәртіп қой. Егер де сен жалақысын дұрыстап төлесең, бонусын берсең, ол сенің командаға ойнай береді. Бірақ оның тәрбиелеген клубы бар. Сол клубының да бір мәртебесін не қылу керек,
түсіну керек, және де оған да бірдеңе өзінің беретін ақшасын да беру керек. Соны біз қазір реттеп жатырмыз. Футболдың ережесімен баратын сияқтымыз. Соңғы біздің тоқталған мәмілеге келген деп айтуға болады ереже, сол футболдың ережесі ғой. Құрамадан құрама, Түркістаннан Шымкентке көшу ол дұрыс емес. Себебі сен мысалға Түркістанда ойнасаң, Түркістанда өссең, Түркістанның азаматы ретінде ойнау керексің. Бірақ біз қазір таңдаған жол ол клубтық, жаңа Қазақстан көкпар лигасы деген. Егерде сен түрлі клубтар ашылған кезде спонсорға байланысты. Сен Түркістан құрамасында ойнайсың, бірақ мысалға Олжа клубында Қостанайға әрдайым осы жерге УТС-қа келіп, осы жерде ойнап, және де Қостанай клубының атынан барып қатыса бересің. Осындай бір ережелерді енгізгіміз келеді. Соңғы сұрақтардың бірі, бұған дейін федерация президенті болған Бауыржан Абдрашитұлы Исабаев мырзаның еңбегін қалай бағалайсыз? Осы уақытқа дейін атқарған. Ол кездері көкпар федерациясының құрметті президенті болдым. Біз Қоян-қолтық Бауыржан мырзамен бірге жұмыс істедік. Сол кездері Бауыржан мырза менің кеңесімде әрдайым құлақ салатын тұғын. Содан кейін бұл Бауыржан мырзаның өзінің инициативасы болды. Айдеке, енді әрі қарай сен жалғастырып кетсең қалай болады деген жылдың басында осындай ұсыныспен келді. Сол себептен Бауыржан мырзаға істелінген жұмыс үшін мың алғыс. Өте үлкен жұмыс жасалды. Әсіресе көшпенділер ойынында қаншама қаражат бөлінді, қаншама жылқылар, айғырлар сатып алынды. Бауыржан мырза енді көкпарға қосқан үлесі үлкен деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта ендігі жылы біздің ұлттық құрама көшпенділер ойынына барады. Енді оны айттыңыз, дайындық қазірден басталды деп. Енді осы тұста біздің шабандоздарымыз дайын деп нық сеніммен айта аламыз, бірақ аттар жағын реттеу жағы қалай болады? Аттар жағы енді бізде ең бастысы, енді қарныңды аштыратын бір дүние бар. Кейбір ат белгілеріміз бермей қояды біздің шабандоздарымызға өздерінің аттарын. Немесе бағасын үлкейтіп, құруар сома сұрайды. Ол да дұрыс емес. Мысалға, мен Нұртөбел деген атты білетін шығарсыздар. Мен ешқандай ақысыз айттым да, мен біздің Қазақстанымыздың абыройын, ұлтымыздың абыройын жақтайтын болса, маған ештеңе керек емес, мен өзім қосамын. Одан басқа тағы 4 ат қостық біз. Құрамаға ешқандай төлемсіз, ештеңесіз. Бірақ бұл жерде де бір ақаулық бар. Ат белгілердің аттары шықпайды осы спорттық көкпарда. Осыны біз қазір өзгертіп жатырмыз. Әрдайым, мысалға, өзіңіз бүгін естіген шығарсыздар. Салымнан кейін қожайыны кім, ат белгісі кім, үстінде отырған шабандозы кім, оның жаңағы тарихын айтып береді, жаңағы кімнің айғырдың. Бұл да өте маңызды дүние. Енді қазақ деген атақты, абыройды жақсы көретін ұлт емеспіз бе? Сол арқылы, себебі бұл жерде қалай ат белгінің күн көріп жүрген наны мен сол несі ғой, сол атын дайындау және оны сату. Егер де оның аты шықпаса, аттың бағасы да өспейді. Аттың бағасы өспесе, оның кәсібі жүрмейді. Сондықтан да осыған бір кішкентай бір реклама, маркетинг ретінде біз келеміз де ат белгінің атын шығарамыз келіп. Ол да бір бөлек бір жүлде ретінде біз қазір қарастырып жатырмыз. Ат белгілерді және ат белгінің істеген жұмысын, соны бағалау. Сол арқылы біз ынталандыруды бір жандыртып қаламыз деген ниеттемін және ойдамын. Себебі ат белгілердің осындай бір аттары шығады. Екіншіден, жаңа клуб формат айтып едім ғой, клубты формат пайда болған кезде аттарға деген сұраныс пайда болады. Сұраныс пайда болған кезде бірден ат белгілерде өздері оянып, қарасай, анау Қарағандыдан шақырып жатыр, Қызылордадан шақырып жатыр, Қостанайдан тағы да сұрап жатыр. Аттарды көбірек сатып алайық, көбірек біз даярлайық деген нарық пайда болады. Себебі, мысалға, Қырғызстанды алсақ, не себептен олардың аттары мықты? Себебі бұл жерде нарық бар. Сұраныс көп, жарыс көп, сұраныс көп, клубтар бар. Сұраныс көп. Сұраныс деген ол ынталандырады, жандартып жібереді жаңағы нарықты. Бірден сосын Қостанайдың ат белгілері бар, Жамбылдың ат белгілері бар. Олар да жоқ, мен Қостанайдан жақсы дайындаймын. Түркістандікі жоқ, менің жылқыларым мықты. Алматылықтар жоқ, менікі мықты. Солардың ат белгілердің арасындағы сайыс пайда болады. Дұрыс емес? Сол арқылы біз нарықтың күшін енгізіп, осылай аттарымызды ретке келтіргіміз келіп жатыр. Себебі бүгінде сіздің мүмкін ойыңыз мықты аттар сатып алайық, оларды құрастырайық, бірақ ол бір реттік сондай неде шара. Біз оны ретке қойсақ, бұны ретке бізден кейін тағы да 30-40 жыл бізсіз ғана осы жұмыс істеу керек та. Оны қалай жасаймыз? Оны тек қана жүйелі түрде жүйеге қойғаннан кейін. Енді соңғы сұрақ, өзіңіздің жеке пікіріңізді білгім келеді. Жалпы ұлттық құраманың ойыншылары, шабандоздардың
жаппай көкпарға шабуына қалай қарайсыз? Бұның себебін түсіну керек қой. Неге олар қатысып жатыр? Не себептен? Себебі сайыстың аздығынан. Оларда өздерінің, олар енді профессионалды көкпаршылар. Егер де осылай жүлде болмаса, осындай сайыс болмаса, олар өздерінің отбасын асырау керек емес. Біз келеміз де барма дейміз. Оның үйінде отырған балдары бар. Нан сұрап отқан. Ол келеміз де сен барма дейсің. Сонда кім мені отбасын кім асырайды? Сол себептен менің ойымша, егер де біз осындай сайыстардың санын көбейтсек, олардың қолы осындай сайыстардан босамайды. Сонда олар басқа да осындай айтқандай жаппай көкпарға да олардың уақыты болмай қалады. Сондықтан да мен біріншіден осындай жағдай көрген кезде бұның себебін өзімнен көремін. Және де өзім қандай үлесті, қандай шараны қолданып, бұны бер жаққа аударсам бекен деген ойдан бастаймын. Сондықтан да менің ең басында сұхбаттың басында айтқан басты мақсатым сайыстардың санын көбейту. Соны менің ойымша осы сайыстардың санын көбейту, клубтық жүйені енгізу көп сұрақтарға жауап болып қалады деп ойлаймын. Жақсы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Алдағы уақытта осы еліміздің көкпарын, жалпы осы көкпар лигасын біз де бақылаймыз. Осындай сайыстар көп болсын. Қазақтың көкпары дамысын. Рахмет сізге, рахмет.